Бәлкім әжем екеуміз бүгін гүлдерге су қояйын деп жатырмыз. Бүгін біздер арыз қызым екеуміз гүлдерге су құйып, гүлдерді баптап жатырмыз. Бұл гүлдер әр бөлмеде терезенің аузында тұрады. Гүл деген бөлмеге сәнін келтіреді, бөлменің ауасын тазартады. Үйде гүл болғанда өте әдемі болып тұрады бөлмелеріміз. Мына гүлдің аты доллар. Біздің үйдегі гүлдер. Доллар деген гүл. Ал мына гүлдің аты 100 жылдық, столетник дейді. Бұның емдік қасиеті де бар. Ортасындағы шоқтары өте пайдалы. Мына гүлдің аты декоративная пальма. Мына екі гүлде декоративный гүлдер. Ортасындағы мына гүл раушан гүлі, роза гүлі деп айтады. Сонымен қатар біздерде денежный дерево деген гүл бар, денежный дерево. Мына гүл доллар деген гүл. Мынау столетник. Мына гүлдің аты герань. Герань деген бөлмеге сәп-сәнді болып гүлдері осындай үлкен гүлдер шығады. Оның гүлдерінің түрлері ақ гүлі болады, розовый гүл, қызыл гүлдері болады. Бәріңізге де гүл өсіріп, осылай үйлеріңізді әдемі етіп гүлмен